мысалдар қарастырайық. Мысалы ғалым, мысалы суретте Исаак Ньютон алманың қолын бақылауда. Мына суретте қазіргі ғалымдар мысалы доптың шуын бақылайды. Яғни ұшқан нәрсе міндетті түрде жерге кері құлайды. Осыны бақылап гипотеза шығарады. Яғни денелер өзара тартылады деген. Денелер өзара тартылады. Біздің жағдайда жер мен алма, доп пен жер өзара тартылып жатыр. Енді осыған көз жеткізу үшін эксперимент өткізеді. Мысалы, су шашады, судың тамшылары жерге түседі. Тас лақтырады, ол да жерге түседі. Мына жерге қағазды ашып лақтырады, бума ретінде лақтырады, қырынан лақтырады. Қалай лақтырса да барлығы жерге түседі. Эксперименттен көз жеткізеді. Сосын теория жазылады. Бұны бізде Исаак Ньютон ашқан бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Яғни массасы бар кез келген денелер өзара тартылады. Бұл олар массаларына тура пропорционал, қашықтығына квадратына кері пропорционал. Келесі мысал келтірейік. Мысалы, кемпірқосақтың пайда болуын қарайық. Кемпірқосақ күн сәулесі түсіп тұрған кезде жаңбыр жауса пайда болады. Яғни біз бақыладық, кемпірқосақ пайда болды. Гипотеза. Кемпірқосақ неге пайда болады? Ол үшін бізде жарық сәулесі болу керек. Жарық сәулесі және мөлдір зат болу керек. Мөлдір зат. Яғни жарық сәулесі ол күн сәулесі, мөлдір зат ол бізде тамшы. Жарық сәулесі тамшы арқылы өткенде бізде түрлі түсті бояуға боялып кемпірқосақ пайда болады екен. Яғни бұл деген жарықтың суына байланысты. Сәулелердің тамшы арқылы өткенде сыну құбылысына байланысты. Эксперимент жасайық. Бұнда Исаак Ньютон эксперимент жасайды. Яғни ол терезені жауып, мына кішкентай тесіктен күннің сәулесін өткізеді. Күннің сәулесі өтіп, призмаға келеді. Мөлдір зат призма деген пирамида ұқсас. Сосын сол ақ сәуле, яғни күннің сәулесін ақ сәуле дейміз, призмада өткенде осындай кемпірқосақ секілді шартты түрде жеті түске боялады. Осыны эксперименттің көз жеткізгеннен кейін физикалық теория жазылады. Бұл теорияға сәйкес ақ сәуле призмада өткенде сыну құбылысына ұшырап, бізде жарық дисперсиясы пайда болады. Жарық дисперсиясы дегеніміз ақ сәуледен шыққан түстер. Яғни бақыладық, гипотеза айттық, эксперимент жасадық және физикалық теория құрылды. Жарық дисперсиясы деген. Жарық дисперсиясы. Осы әдістер арқылы көптеген физикалық заңдылықтар ашылады.